Армысыздар достар, арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ағзадағы йод тапшылығын үй жағдайында қалай емдейміз, сол жайлы айтатын боламын. Грек жаңғағынан біз осындай сусын дайындаймыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші жаңғағымыздың сыртын алып аламыз және оны жуып тазартып, арнайы ыдысымызға салып, 2 стақан жылы су құямыз. Және осыны отқа қойып 15 минутқа қайнатамыз. Қайнаған кезде оның түсі өзгереді, яғни қоңыр қызыл түске айналған кезде оны біз оттан алып суытамыз. Суыған кезде оны сүзіп аламыз. Сүзіп алынған сусынымызды ас алдында 3-4 қасық ішіп отырамыз. Йод тапшылығы адам ағзасында зоб және қалқанша бездерінің әртүрлі ауруларына әкеп соқтырады. Адам бойындағы әлсіздік пайда болады. Есте сақтау қабілеті нашарлайды. Бұл біздің рецептіміз ересек адамдарға арналған, балаларға болмайды. Және бір айта кететін жағдай, йод тапшылығын анықтау үшін табанымызға йодный сетка жасап жатамыз. Асанда йод тұрғанда қараймыз, сол кезде йодымыз анық көрініп тұрса, онда йод тапшылығы байқалмайды. Ал өшіріліп қалса, онда сіңіп кетсе, онда адам ағзасында йод тапшылығы байқалады. Каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, пікір жазып, лүпіл басып, жазылуды ұмытпаңыздар.